Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Енді рейстің кешіккені үшін әуе компанияларға айыппұл салынады. Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек әуе компаниясы жолаушылардың құқықтарын қорғаудың жаңа құқықтық механизмі әзірленіп жатқанын мәлімдейді. Мәжіліс құлағаларында журналистер депутаттан Air Астана әуе компаниясы рейске жібермей Астана әуежайында жалғыз қалдырған 12 жастағы оралдық қыздың отбасына өтемақы төлеуге қатысты іс бойынша сот шешіміне апелляциялық шағым беру туралы жағдайды сұрады. Депутат мәліметінше әуе компаниясы сот шешіміне шағымдануға құқылы. Біз қазір барлық әуе компанияға рейстерді кешіктірген үшін айыппұл салатын механизм әзірлеп жатырмыз. Қазір тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заң жобасы аясында біз әуе компанияға, сондай-ақ әуежай басшылығына шағымданудың және де тексерудің құқықтық механизмін әзірлеп жатырмыз, дейді депутат. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.